Мемлекет құтқарып, аяққа тұруына жәрдем бермегенде, осы күнгі банктердің кейбірі болмауы мүмкін еді. Кезінде оларға ұзақ мерзімнен кейін қайтарылатын жеңілдетілген несие берілген. Мемлекеттің көмегінің арқасында көтеріліп алған банктер енді сол қарыздарын өтеуі тиіс. Қарыздарын өтей бастағандар да бар, ал әлі уақытым бар деп аяқты кеңге салып, өтеуге асықпай жүргендері де бар. Осы орайда қай банк мемлекетке қанша қаржы берешек деген есептің өзі қалың тыңдарман үшін қызық деп ойлаймыз. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Жазылып жүрген деректерге қарағанда 5 банк мемлекеттен қаржылық қолдау алған. Олар банк секторын тұрақтандыру бағдарламасы аясында төмен мөлшерлемемен несие алған. Несие Қазақстандық тұрақтылық қоры арқылы берілген. Банктерге қаражат 15 жылға 4% жылдық мөлшерлемемен берілген. Мемлекетке берешек банктерге келсек, банк РБК 244 миллиард теңге алған екен. Осы күнге дейін соның 30 миллиардын қайтарыпты. Әлі қайтарылмаған 214 миллиард теңгесі жатыр. Банк Центр кредитке 60 миллиард теңге берілген, оның 20 миллиардын қайтарған, әлі 40 миллиард теңге берешек. Еуразиялық банк 150 миллиард теңгені иемденген, әлі қайтармаған. Нұрбанк 30 миллиард теңге алған, қарызы әлі сол күйі тұр. Жусан банк ең көп көмек алған банк. Ақшаның көбі осы банкте, оның себебі бар. Банк секторын тұрақтандыру бағдарламасы аясында Цесна банк пен АТФ банк алған қарыздар кейін Жусан банк иелігіне өткен. Оған қоса мемлекет Цесна банктың проблемалық несиелерін сатып алу арқылы оған 1 триллион теңгеден астам қаражат бөлген. Бір деректерде мұнда сатып алу сату мәмілесі болғандықтан қаражат қайтарылмайтыны айтылады. Одан бөлек Жусан банктың балансында 859 миллиард теңге көлемінде мемлекеттік қолдау қаражаты бар. Банкке қаржы 2045 жылға дейін пайдалану құқығымен берілген екен. Осы аталған банктердің ішінде Еуразиялық банкке бөлек тоқтала кетудің реті келіп тұр. Себебі бұл банктың берешегі жайлы Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы арнайы мақала жариялап, бірқатар деректерді келтірген. 150 миллиард бере ме? Машкевич қарызды өтегенше неге оның соңынан қалмау керек деген тақырыппен басталатын материалда портал былай деген. Олигархтардың Еуразиялық үштігіне қарасты Еуразиялық банк акционерлік қоғамы мемлекетке 150 миллиард теңге қарыз. Биыл борышты толығымен қайтаруға банктың қаржылық мүмкіндігі жетіп тұр. Тек акционерлерінде ондай ниет бар ма? Қазақстандағы банктер 2024 жылды қорытындылап, аудиттелген есептерін наурыз мейрамынан кейін шығара бастауы тиіс. Мысалы, Еуразиялық банк акционерлік қоғамының 2024 жылғы есебі әлі шықпады. Бірақ былтырғы жылдың 9 айы бойынша жасалған аралық есебіне қарасақ, үлестірілмеген таза кірісі 292 миллиард теңгеге жетіп отыр. Еуразиялық банк 2017 жылы мемлекет тарапынан банктерге қолдау ретінде құрылған қаржылық тұрақтылықты арттыру бағдарламасына қатысып, 150 миллиард теңгеге субординацияланған облигация шығарып, оны жылдық 4% кірістілікпен орналастырған болатын. Бағдарлама бойынша банк осы ақшаны 15 жылдан кейін, яғни 2032 жылы қайтаруы тиіс, ал жыл сайын 4% купондық сыйақысын, яғни 6 миллиард теңге төлеп отырады. Осы сыйақыны банк мемлекетке 7 жыл бойы төлеп келді. Демек, 7 жылда пайыз ретінде 42 миллиард теңге аударған. Ал негізгі қарыз 150 миллиард теңге әлі күнге дейін балансында сақталып отыр. Облигацияның әділ құны бойынша мемлекеттен алған осы қаржы Еуразиялық банкке 2017 жылы бірден 107 миллиард теңге кіріс алып келді. Себебі нарықтағы пайыздық сыйақылар 18% болып тұрғанда банктың көмекті 4% бен алғанын ескеру керек. Биыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев банктерге қатысты риторикасын қатайтып, олардан кезінде алған көмекті тез арада қайтаруын талап етті. Сарапшылар біраз банк барлығын болмаса да ішінара соманы биылдан қалдырмай төлеп тастайды деген пікірде. Әсіресе олигарх Владимир Кимнің біраз шығындануына тура келетін сияқты. Оның РБК банкі мемлекетке 213 миллиард теңге қарыз. Мұнымен қоймай Владимир Ким жақында Жусан банкын сатып алған болатын. Ол банк өз кезегінде мемлекетке 1 триллион теңге өтеуі тиіс. Сонда бір Владимир Кимнің ғана мемлекет алдындағы борышы 1,2 триллион теңгеден асады. Бұл қарыз қашан қайтады?
арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.